Қайырлы күн, құрметті математика пәні мұғалімдер, мен Жомарт Мұратұлы, физика математика ғылымдарының кандидаты. TikToктағы және YouTube'тағы парақшамда күрделі математикалық есептердің шешулерін көрсетемін. Бүгін мынадай қызықты иррационал және көрсеткіштік теңсіздіктің сіздерге шешуін көрсетемін. Мынадай есеп: түбір асты, түбірдің астында 6 көбейтілген 25-тің x дәрежесі минус 11 көбейтілген 30-дің x дәрежесі плюс 5 көбейтілген 36-дің x дәрежесі, осының бәрі квадрат түбірдің ішінде кіші 2 көбейтілген 5-тің x дәрежесі. Міне осы теңсіздікті шешу керек. Яғни бұнда ең бірінші нені ескеруіміз керек? Мынау оң жағында тұрғанда онда проблема жоқ. 5-тің x дәрежесі ол әрдайым оңсан болады ғой, 2-ні көбейтсеңдер бәрібір оңсан болады. Аяқ оңсан, енді түбірдің астындағы сан теріс емес деп алуымыз керек. Дұрыс па? 25x минус 11 көбейтілген 30-ның x дәрежесі плюс 5 көбейтілген 36-ның x дәрежесі артық не тең 0. Енді бұны қиын болып көрінуі мүмкін, бірақ енді бұның шешудің жолы бар, өте тиімді. Мынаның екі жағында 25-тің x дәрежесіне бөліп жіберейік. Сонда алдымен осыны шешіп алайық, анықталу осыны тауып алайық. Сосын екі жағында квадраттап теңсіздік шешеміз басында. Енді қарайық. Яғни екі жағында 25-тің x дәрежесіне бөліп жіберсек не қалады? Мына жерде не қалады? 5 көбейтілген 25-тен 36-ның x дәрежесі, минустан бөліп жіберсек мына x дәреже бірдей болды. Ол 25-тен қысқарады да 5-тен 6 болды. Осылай 5-тен 6-ның x дәрежесі плюс 25-тің x дәрежесімен қысқарады 6 артына тең 0. Енді қарайық, 35 25-тен 36 5-тен 6-ның квадраты ғой, мынаның квадраты ғой, значит. Дұрыс, мынаны не деп жазып жіберсең болады? 5-тен 6 көбейтілген 5-тен 6-ның 2x дәрежесі деп жазып жіберсек болады. Дұрыс па? Сонда 5-тен 6-ның x дәрежесін т деп алсақ, мынау енді т квадрат болып тұр ғой, значит. Онда мына теңсіздік деген ол 2x дәрежесі ғой, 25-тен 36 сол квадрат тұр. Дәреженің қасиеті бойынша. Сонда 5t квадрат минус 11t плюс 6 артық не тең 0. Надан қандай теңсіздік шығамыз? Надан 1 түбір т минус 1 дектесек надай ғой, 5t минус 6 артық не тең 0. Бұдан интервалдар асымен шешсек екі шешім аламыз ғой, дұрыс па? 5-тен 6-тан 10-ға қарай 10 болады, аяқтар теріс болады. Сонда шешімі қалай? т кіші не тең 1 немесе қандай? т артық не тең 5-тен 6. Міне, енді x-ке оралайық. x қалай болу керек сонда? Мынау 5-тен 6, бірден кішіне тең болу керек. Значит, 5-тен 6 ол бірден үлкен ғой. 5-тен 6 x дәрежесі кішіне тең 1, онда x кішіне тең 0 болу керек, анықталу үшін. Дұрыс па? Анау бірден 5-тен 6-тан артық не тең болса, 5-тен 6-ның x дәрежесі 5-тен 6-тан артық не тең болса, онда не болады? x артық не тең 1. Міне. Қандамның анықталуымыз қандай? X кішіне тең 0, және x артық не тең 1. Яғни 0-ден 1-ге дейін минус шексіздіктен 0-ге шейін 0-ді аламыз, и бірігуі 1-ден плюс шексіздікке шейін. Ол не? Ол анықталуымыз. Енді мынаны не істейміз? Екі жағында квадраттаймыз. Анықталуымызын тауып алдық. Бұнда мына теңсіздіктің екі жағында квадраттай аламыз. Неге? Өйткені теріс емес, екі жағынан да теріс емес сан, аяғында оң сан, сонда квадраттай аламыз. Сонда қандай теңсіздік шығады бізде? Көрейік. Екі жағында квадраттасақ, қалай шешеміз бар? Міне екі жағында квадраттауға хақымыз бар, өйткені екі жағында да бір жағында оң сан, екінші жағында теріс емес сан. Мынаны квадраттасақ, квадрат түбір жойып кетеді. Өзі түбірдің астындағы санның өріш шығады, дұрыс па? Минус 11 көбейтілген 30-ның x дәрежесі плюс 5 көбейтілген 36-ның x дәрежесі. Ол кіші наның квадраттасақ қалай? 4 болып кетеді, 25x. 4 көбейтілген 25x. Міне, 25-тің x дәрежесі. 4 көбейтілген 25-тің x дәрежесін аяққа шығарсақ, тур жаңа қатысты қолдансақ, ұқсас мүшелер 6 көбейтілген 25-тің x дәрежесі, 4 көбейтілген 25-тің x дәрежесі аяққа шығарғанда теріс тұрып шығады. Сонда қандай теңсіздікке келеміз біз? Мыналарға тиіспейміз, өйткені олар не? Өзгермейді, оларға ұқсас мүше жоқ. 5 көбейтілген 36-ның x дәрежесі минус 11 көбейтілген 30-ның x дәрежесі и плюс 2 көбейтілген 25-тің x дәрежесі. Өйткені қайдан шыққан түсінікті ғой, кішінен аяққа шығарып жібереді, минус 4. 6 көбейтілген 25-тің x дәрежесі минус 4 көбейтілген 25-тің x дәрежесі, 2 көбейтілген 25-тің x дәрежесі. Екі жағында 25-тің x дәрежесіне бөлейік сонда. Онда тур жаңағы сияқты әдісті қолданамыз, сонда мынадай теңсіздік шығады. Дереу жаза берейік. 5-тен 6-ның 2x дәрежесі 5 көбейтілген, міне, минус 11 көбейтілген 5-тен 6-ның x дәрежесі и плюс 2 кіші 0. Тур жаңағы сияқты әдісті қолданамыз, бірақ мына жерде басқа коэффициенттер, басқа теңсіздік. 5-тен 6-ның x дәрежесін т деп аламыз. Сонда қандай теңсіздікке келеді біз? Сонда 5t квадрат минус 11t плюс 2 кіші 0. Жіктесек қандай болады? Т минус 2, 2 түбір болады, т минус 2 и 5t минус 1.
кеше 0 жер. Сонда мына теңсіздіктің екі шешімі бар. Интервалдар арасында не қылсақ? 5-тен 1-ден 2-ге шейін болады. Дұрыс па? Интервалдар арасында 1 0 5-тен 1 мына 2. Енді 2-ден 10-ға қарай плюс ары қарай таңба кездеседі. 5-тен 1-ден 2-ның аралығында. Значит, қандай теңсіздікке келеміз біз бұны шешіп? Деп біз мынаны не қылдық? Дұрыс па? Мына теңсіздіктің шешімі қалай болды мында? 5-тен 1-ден 2-ге шейін. Мынау қатаң. Теңсіздігіміз қатаң бізде. 5-тен 1-ден 2-ге шейін. 5-тен 1-ден 2-ге шейін. Сонда енді бізге тын емес x табу керек, x-тің мәндерінің болсын осы теңсіздік орындалатын. Сонда не? 5-тен орнына не қыламыз? Ораламыз, x-ке қайтадан ораламыз сонда. Ораламыз. Сонда ана теңсіздіктің де қалай жазамыз? 5-тен 1 кіші 5-тен 6-ның x дәрежесі ғой. 5-тен 6-ның x дәрежесі ол кіші 2-ден 1. Енді қалай шешеміз? Негізі үлкен болса өспелі болдық. Ендеше x неден артық болу керек? X артық. Логарифм деген ұғымды қолданамыз. Мына негізді 5-тен 6 негізді 5-тен 1 x. Ол кіші артық x осылай ол кіші логарифм 5-тен 6 негізді 2-ден 1. Біз жаңа бәрі бірден кіші 5-тен 6 5-тен 6-дан кіші 2-ден 1. Дұрыс па? Енді не болады? Енді бірден кіші теріс болады. Дұрыс па? Бізге енді анықталуымыз қалай еді? Минус x-тен 0-ге шейін бірден плюс x-ке шейін еді. 0-ден артық. Бірден кішкентай ғой. Дұрыс па? Бірден кішкентай. Мынау да теріс. Екеуі де анықталуымызға кіреді. Сонда шешімін қалай жазамыз? Шешімі сонда жауабын мынадан мынаға шейін. Жауап мына теңсіздіктің шешімі логарифм 5-тен 6 негізді 5-тен 1-ден логарифм 5-тен 6 негізді 2-ден 1-ге шейін. Міне. Мына есептің жауабы осылай болады. Мына теңсіздікті қанағаттандыратын x нақсандардың жиыны логарифм 5-тен 6-дан 5-тен 1-ден логарифм 5-тен 6 негізден 2-ден 1-ге шейін. Есебіміз шықты. Масалай. Ұнаса лайк қойып әріптестеріңізден бөлісіңіздер. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Сау болыңыздар. Видео